бұрын сира кітабын оқыған кезде жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы кеудесі ашылып жүрегі зәмзәммен жуылғанын, немесе жаңағы бір айдың екке жарылғанын, немесе бір ағаштың сөйлегенін деген сияқты таңғалатын оқиғаларды оқитын едік қой. Осындай нәрселерде бар ма ішінде? Иә, мысалы Умайр бен Уахб деген кісінің бір оқиғасы келтіріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сыйғызбай Меккеден Мәдинаға қуып жібереді туыстары. Ол пайғамбарлықтың 14-ші жылы, 13 жыл өмір сүргеннен кейін Меккеге сыйғызбай өміріне қауіп төнетін болғаннан кейін Алла елшісі амал жоқ Меккені тастап Мәдинаға көшіп кетеді. Содан кейін арада Бәдір деген жерде, Мекке мен Мәдинаның ортасында атақты Бәдір жорығы, Бәдір шайқасы болады. Сол жерде меккеліктер жаңағы бірнеше адамдар тұтқындалады, бірнеше адамдар қаза табады. Сөйтіп қайғы жұтып, жеңіліп, жер болып Қағбаға, Меккеге қайттан қайтады. Сол оқиғалардың барысында Умайр ибн Уахб деген кісі Меккенің ақсақалдарының біріне шағымданып отырады. Егер де менің бір бала шағамды уайымдамағанымда, мен өзім бойымдағы қарыздарымды уайымдамағанда Мәдинаға барып мен Мұхаммедті өлтіретін едім дейді. Сол кезде аузынан шыққан сөзді естиді, шап бере қалады ақсақал. Меккенің көсемі да. Ол да енді Алла елшісіне қарсы болып жүрген кісі ғой. Онда дейді, мен сенің қарызыңды мойныма алам, сен дүниеден өтіп кетсең де сен бала шағаңды қамтамасыз етуді өзім мойныма алам дейді. Сен барды Мұхаммедті өлтіріп кет. Қорықпа дейді ғой. Қорықпа дейді. Артыңа уайымдама, артыңа қарама деген дейді. Сөйтіп ол 3 күн бойы өзінің қылышын алады да уға суарады. Сөйтеді ешкімге білдірмей, екеуінің арасында болған оқиға жайлы ешкімге тіс жармай Мәдинаға кетеді. Мақсаты тек қана біреу, пайғамбарды өлтіру. Киллер ғой енді, біздің тілмен айтқанда киллер де, кәдімгі бұл кісі жағдайын жасап, артыңа уайымдама, барда Мұхаммедті өлтіріп кел деп жібереді. Бәдір жорығында сол Уахбтың, Умайрдың баласы болады да, ол тұтқынға түсіп қалады. Барған жағдайда мен баламның жағдайын сұрап барғандай боламын да, мәдиналықтар менен қауіптенбейді дейді да ол. Сөйтіп Мәдинаға барады. Мәдинаға барып өзінің түйесінен түсе берген кезде оны Омар көріп қалады. Хазіреті Омар радиаллаху анху өте қағылез, зерек кісі ғой. Омар көріп қалады. Мынау Алланың жауы Умайр, ол бекерден бекер келген жоқ, бұл жай жүрген жоқ дейді да, барады да шап беріп ұстап алады. Сөйтеді да жаңағы қылышының бауынан орайды да, жүр, сен жай жүрген жоқсың, мен сен Мұхаммед пайғамбарымызға алып барып деп пайғамбарымызға мешіттің ішіне сүйреп алып келеді. Дабырлаған дауыстан Алла елшісі шығады. Не істеп жатсыңдар? Не болды? Кім бұл? Бұл Умайр дейді да. Омар айтады, бұл Умайр. Бұл жүрген жерін алаң салып жүретін, бұл жаман ниетті, қара ниетті адам. Бұл Мәдинаға бұл жай келген жоқ Алланың елшісі дейді. Ана кісі де бой бермейді, жоқ, сен жібер, Омар жібер деп. Соны пайғамбарымыз қылқындырып жатсың, Омар жібер дейді. Сосын Омар Алла елшісі айтқаннан жібереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Омайр, сен не үшін жүрсің дейді. Омайр айтады, мен балам жағдайын сұрау үшін келдім, сендерді тұтқындап отыр ғой, баламның соғыстан тұтқынға түсіп қалды дейді. Соны пайғамбарымыз айтады, одан басқа не шаруамен жүрсің дейді. Омайр айтады, Алланың атымен андатамын, мен ешқандай басқа шаруам жоқ. Өтірік айтады ғой сонда. Сонда иә, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, сендер түнеу күні Қағбаның жанында отырып, Меккенің пәлен деген ақсақал екеуің отырып, астыртын сөз байластыңдар ғой дейді. Сен жаңа бала шағаңмен қарызың жайлы айттың, ол саған қарызың мен бала шағаңның жағдайын өзінің мойнына алатынын айтты, сөйтіп сені осы жаққа мен өлтіру үшін жұмсаған жоқ па дейді. Сонда Умайр Аллаху акбар деп айқайлап жібереді. Алланың атымен ант етемін, сен Алланың елшісісің дейді. Ол оқиғаны екеумізден басқа ешкім білмейтін, ешкімге айтқан жоқ. Тіпті мен біреуге айтсам да, ол біреуге айтса да, бізден бұрын саған хабар жетуі мүмкін емес еді дейді. Алла ғана жеткізбесе, ешкімнің адам баласының ондай хабарды жеткізу саған мүмкін емес етін, Алланың саған жеткізгеніне және сенің Алладан хабар алып отыратын пайғамбар екеніңе мен куәлік бердім. Мен бұл мұсылманмын дейді. Сөйтіп, Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп куәлік етеді да, Алла елшісін өлтіруге келген адам, қаныпезер киллер ғой енді, ислам қабылдап, мұсылман болып қайтады Меккеге. Осы оқиға Алла елшісінің, осы секілді оқиғалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Алладан тікелей келген пайғамбар екенін, Құран Алладан келген оған уақи екенінің бір дәлелі. Сол оқиға мысалы кіргізілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзін өлтіру үшін келген адамға да тиіспеді. Өзінің мейірімімен ислам қабылдағаннан кейін босатып жіберді.